Бүгінгі сабақтың тақырыбы модулі бар теңдеулерді интервалдар әдісімен шешу. Оны біз мысалмен көрсетейік. Мына тақтада тұрған өрнекте айнымалылары модуль, яғни модуль таңбасы бұл жерде 2 рет кездеседі. X модуль ішінде тұр, x минус 2 модуль ішінде тұр. Осылай берілген теңдеулерді интервалдар әдісімен шешкен тиімді болады. Ол үшін не істейміз? Ең бірінші біз теңдеудің құрамына енетін әрбір модульдің нөлдерін тауып аламыз. Яғни модульдің нөлдері бізге не үшін керек? Сол нөлдердің маңайында таңбасы өзгереді. Қалай өзгеретіндігін анықтау үшін керек. Яғни модульдердің нөлдері. Бірінші модульді нөлге айналдыратын сан ол 0. Ал екінші модульді нөлге айналдыратын сан ол 2. Енді осы табылған сандарды сан түзуінде кескіндейміз. 0 және 2. 0 және 2. Бұл 2 сан түзуін 3 бөлікке бөледі. Яғни 3 аралыққа. Бірінші аралық, екінші аралық, үшінші аралық. Әрбір аралықты бір жағдайдан деп қарастырамыз. Сонда минус шексізден 0-ге дейінгі аралықта бір жағдай, 0 мен 2-нің арасында екінші жағдай, 2-ден 3-ге дейінгі аралықта үшінші жағдай қарастырамыз. Енді бұл жерде, бұл аралықтарда әр модуль өзінің таңбасын өзгертіп отырады. Сондықтан мен шатысып кетпес үшін, түсінікті болу үшін, бірінші орында тұрған модульдің таңбасын осы аралықтағы бірінші, екінші орында тұрған модульдің таңбасын екінші орынға жазамын. Сонда минус шексізден 0-ге дейінгі аралықта, яғни минус теріс таңбалы сандар, айталық минус 3. Минус 3-ті қойсақ, бірінші модульдің таңбасы минус болады екен. X-тің орнына минусты қойсақ, минус 3, минус 2 тағы да минус болады. Яғни бірінші аралықта модульдердің әрқайсының таңбалары минус болады екен. 0 мен 2-нің арасынан айталық 1-ді алайық. 1-дің таңбасы плюс, 1-ді x-тің орнына қойсақ, 1-ден 2-ні алсақ, теріс таңба шығады. 2-нің оң жағынан 3-ді алайық. 3-тің x-тің орнына қойсақ, плюс таңба алсам, 3-ден 2-ні алсам, плюс таңба алсам болады. Сонда әр жағдайды жеке-жеке қарастырамыз. Бірінші, x тиісті болғанда минус шексіздіктен 0-ге дейінгі аралықта. Бірінші модульдің таңбасы минус болды. Яғни жақшаның алдына минус таңбасын қоямын. Сонда минус x деп жазамын. Екінші модульдің таңбасы да минус болды. Яғни мына минус пен мына минус плюс таңбасын береді де, модуль x минус 2 деп өзі жазылады. Тек оң жақтағы 2-нің өзін жазып қоямыз. Сонда минус x плюс x 0, минус 2 тең 2. Бізде минус 2 2-ге тең емес. Сондықтан бұл жағдайда теңдеудің шешімі жоқ болады. Шешімі жоқ. Енді екінші жағдай, x-тің мәні 0 мен 2-нің арасында болсын. X-тің мәні 0 мен 2-нің арасында жатсын дейік. Бұл жағдайда шетіндегі нүктелерді жиынға алып жазамыз. Бірінші модульдің таңбасы плюс таңбалы. Яғни плюс таңбалы жақшаны ашқан кезде ішіндегі өрнектің өзі қалады. Екінші модульдің таңбасы минус таңбалы. Өрнектегі минус пен мына минус плюсті береді де, x минус 2-нің өзі қалады. Плюс x минус 2 тең 2. Бұл жерден x-ке x қоссақ 2x болады. Минус 2 жаққа плюс 2 мен шығып 4 болады. Бұдан x-тің мәні 2 болады. 4 2-ге бөлсек 2. 2 саны біз қарастыратын аралықта жатады. Яғни бұл тиісті болады. 0-ден 2-ге дейінгі аралықта деп жазамыз. Егер ол біз қарастыратын аралықта жататын болса, ол теңдеудің түбірі болады. Үшінші жағдайды қарастырамыз. Үшінші жағдайда x 2-дің оң жағында жатыр. Яғни x тиісті 2-ден плюс шексіздікке дейінгі аралықта. Онда таңба қалай өзгереді? Плюс бірінші модульдің таңбасы плюс бар өрнектің жақшасын ашқанда еш өзгеріс болмайды. Екінші модульдің таңбасы плюс таңбалы санды минус таңбалы санға көбейтсе минус, ал минус таңбалы жақшаны ашқанда түбірдің жақшаның таңбалары қарама-қарсы таңбаға өзгереді. Міне, ол жерден плюс x минус x 0 болады, 2 тең 2. Яғни ақиқат теңдік шықты. Бұл не деген сөз? Осы 2-ден плюс шексіздікке дейінгі аралықтағы барлық x-тер үшін берілген теңдік дұрыс болады. Яғни бұл теңдеудің осы үшінші жағдайдағы шешімі 2-ден плюс шексіздікке дейінгі кез келген сан болады. Сонымен, мына жерде 2-ден плюс шексіздікке дейінгі кез келген сан деп қояйын. Сонда қарасақ
Бағана бірінші жағдайда шешім жоқ болды, екінші жағдайдағы шешімі 2 деген сан болды, екіншісінде 2-ден плюс x'ке дейінгі аралық болды. Осы 3 жағдайдағы табылған түбірлерді жинап, жауабын жазамыз. Сонда 2 теңдеудің түбірі болғандықтан біз мына жазуды 2-ден плюс шексіздікке дейінгі кез келген сан теңдеудің түбірі болады деп айтсақ болады. Айнымалысы модуль ішінде болып келетін теңдеулерді интервалдар әдісімен шешуге тағы бір мысал келтірейік. Мына мысалда көріп тұрғандарыңыздай модуль таңбасының ішінде болатын 3 өрнек тұр. Яғни әрбір модульдің нөлдерін тауып аламыз. Алдыңғы сабақтағыдай нөлдері. Бірінші модульді нөлге айналдыратын сан 3, екінші модульді нөлге айналдыратын сан -2, үшінші модульді нөлге айналдыратын сан 4 болады. Енді осы 3 санды сан түзуінде кескіндейік. -2, 3 және 4. Бұл 3 сан түзуін 2, 3, 4 аралыққа бөлді. Енді әрбір аралықтағы әрбір модульдің таңбаларын анықтаймыз. Бірінші -x'тен -2-ге дейінгі аралықта -3. Бірінші модульдің таңбасы минус, екінші модульдің таңбасы минус, үшінші модульдің де таңбасы минус болады. -2 мен 3-тің арасынан айталық 0-ді қояйық. Сонда минус, плюс, минус болады екен. 3 пен 4-тің арасынан 3,5-ті қойсақ, біріншісі 3,5-тен 3-ті алсақ таңба плюс, мына жерде де плюс, мына минус болады екен. Ал 4-тің оң жағынан 5-ті алсақ, бәрі плюс болып шығады. Плюс, плюс және плюс таңбалы сандар болады. Енді бірінші жағдай деймізді, x -x'тен -2-ге дейінгі аралықта болғанда, -2-ге дейінгі аралықта болғанда, 3 модульдің алдына да минус таңба қоямыз. Сонда минус бар жақшаны ашамыз, -x плюс 3, екіншісіне де -x минус 2, мынау плюске айналып кетеді, плюс x минус 4 болады. Тең 3-тің өзі. Сонда бұл жерде 2x'ің жойылып кетсе, -x тең. Плюс 3 минус 2 1 болады, плюс 1. Мынау мен минус 3 ажаққа шықса, плюс 6 болады екен. Сонда x тең болады, минус 6 деген сан шығады. Ал минус 6 саны біз қарастыратын аралықта жатады. Минус 6, минус шексіздіктен минус 2-ге дейінгі аралықта жатады. Яғни бірінші теңдеуде түбір бар екен, бірінші жағдайда. Екінші жағдайда бірінші модульдің таңбасы минус, ендеше біз минус x плюс 3 деп жазамыз. Ал екінші модульдің таңбасы плюс x плюс 2 деп жазамыз. Үшінші модульдің таңбасы минус. Олай болса, плюс x минус 4 болады. Тең 3. Тексеріп жүрейік. Минус плюс, плюс плюс. Так, мынау плюс болса, x минус 4. Енді бұл жерде екеуі жойылады, x қалады. Кәнекет 3 плюс 2 5. 5-тен 4 алсақ 1, 2 болады. Кәні көреміз, 2 біз қарастыратын минус 2 мен 3-тің арасында жатады. Бұл екінші жағдай ғой. Минус 2 мен 3-тің арасында жатады. Ендеше бұл түбір бола алады деген сөз. Келесі үшінші жағдайды қарастырамыз. Бірінші модульдің таңбасы плюс, яғни x минус 3 болады екен. Екіншісі плюс, x плюс 2 болады екен. Үшіншісі минус, значит, мына плюс болып кетеді, x минус 4 болады. Тең 3. Бұдан не шықты? 3x шықты. Минус 1, минус 5, плюс 5, 8 болады екен. X тең болады 2,3-тен 2 деген сан шықты. 2,3-тен 2 деген сан 3-тен 4-ге дейінгі аралықта жатпайды. Жатпайды 3-тен 4-ге дейінгі аралықта. Яғни жатпайды дейміз. Келесі соңғы 4-ші жағдай. Соңғы 4-ші жағдай. Модульдердің бәрінің арасында таңба плюс болады мінеге 4-ші жағдайда. Олай болса біз былай деп жазамыз. X минус 3 плюс x минус 2 минус x плюс 4 тең 3 болады. Бұл жерден x-тер жойылады, 1 x-ім қалады. Минус 5, мынауменен, минус 5 болды. Мынаған минус 1 болады.
плюс 1 4 болады екен. Ол аралықта жатады. Яғни теңдеудің шешімі болады. Мына жерде x минус 3, мына плюс 2 екен. Плюс 2, минус x плюс 4. Сонда мұны екеуі 4 болмайды. Екеуі минус 1 болады. Минус 1 болады ғой. Минус 1 болады, 3 болады, 0 болып кетті ғой. Сонымен минус 1 плюс 3 0 болады екен. 0 ол 4-тен плюс шексізге дейінгі аралықта жатпайды. Біз жазамыз, онда 4-тен плюс шексіздік аралығында жатпайтын болса, бұл теңдеудің түбірі бола алмайды. Сонымен жауабын жазамыз. Жауабы бізде не болады? Ең бірінші жағдайда минус 6 түбір болған, екінші жағдайда 2 теңдеудің түбірі болған, ал қалған екі жағдайда теңдеудің түбірі болмады. Онда жауабы минус 6 менен 2 деген сан болады екен.